Ал құрметті достар, өздеріңізбен бөлісер бір жақсы жаңалығымыз бар. Біздің мал табу кезеттің аясында бір жағынан ауыл шаруашылық саласын қолдау мақсатында осындай бір жақсы жем-шөп турағыш құрылғысын іске қосып жатырмыз. Аты Қомағай деп аталады. Енді ауылда тұратын ағайын, мал бар кісілер жақсы біледі. Екі уақыт шөбін береміз, оның жәрісі тапталып, сабан болып малдың астында қалып жатады. Бұның ыңғайлы жері сол жерде бау дейміз ғой, мына түктен. Салып көрсетіңіздерші. Түк қалдырмай, әп-сәтте турап шығарады, қазір көресіздер міне. Алды шөпті үй салғаннан көріне турап берген әлде қайда міне. Өнімдірек, тиімдірек. Жерде артық қалдық қалмайды, атқот дейді ғой. Ал енді бидайды салып көрсетейік. Бір мөшекті 2 минуттың ішінде турайды. Болды, жетеді осы. Сабағымен бірге жібере берсеңіздер болады, не малға алған. Ал, бісміллә деп қосайық. Көрдіңіздер ғой, бір мөлшек қанша 50 келме ішінде? 2 минуттың ішінде турап шығады. Және біз кепілдік береміз, Қазақстанның қай бір облыс қаласы болмасын, өзіміз жеткізіп береміз. Жеткізу жағы тегін Маңғыстау облысы бола ма, Атырау бола ма, ол жағын өз мойнымызға аламыз. Және кепілдік бар достар. Отандық өнімді қолдаңыздар. Баяғыда қатты мал жемейді деп лақтыратынбыз, мына жүгерін собығын өртеп жатушек, енді біздің Қомағай арқылы осының өзін түгелдей ешқандай қалдықсыз төрттілігімізге бере аласыздар. Қазір көздеріңізше көрсетеміз. Собығымен қосып бұны тақып шығарады. Қосыңыздар ана. Өздеріңіз көргендей достар, собық момығымен бірақ турап шықты міне. Талқан болды міне, бұнда. Міне астында айналып тұратын пышақтың жүзін көрдіңіздер ғой. Өткір, одан кейін өте қалың. Енді ішіне темір шеге болса байландырмасаңыз, ұзақ жылға жету керек. Тозған күннің өзінде бізге хабарласаңыздар, өте арзан, 300-400 теңге шамасында біз ауыстырып береміз. Өте шыдамды. Темірдің қалыңдығында көріп отырсыздар пышақтың жүзін. Енді дайын Қомағайды көріп жатсыздар ғой. Бұл қайда, қалай жасалады жүріңіздер. Цехтың ішіндегі біздің жұмыс барысын көріңіздер. Міне біздің Қомағайды көрдіңіздер ғой. Көп орынды да алмайды, кез келген жерге орната салса болады. Одан кейін осы Қытайдан келіп жатқан бізде жем-шөп турағыш дробилкалар бар. Бірақ байқасаңыздар, темірі өте жұқа. 2-3 ай қолдансаңыз, темір майысы қалып жатады, тістері желініп жатады. Бір жылда түкке жарамайды. Мынаны енді Қарағандының қаңылдары арнайы тапсырыспен алдырдық. Өте қалың, балғамен ұрып майыстыра алмайсыздар міне. Өте қалың. Осы жерде жасаймыз, көз алдарыңызда дәнекерлеп жатыр біздің жігіттер. Арнайы Қарағандығымен алдырылған. Міне осындай бір бүйім жасап жатырмыз. Құдай ісімізге берекет берсін дейміз.